Так, парольді восстановить етеміз. Егер мысалы ұмыт қалсаңыз парольді Windows 11 мысалы қазір данный момент егер парольін ұмыт қалсаңыз ол үшін не істеу керек? Мысалы осындай бір окошко шығады, пароль сұрайды, парольді білмейсіз. Бұл жерде пользователь жоқ та, мысалы ештеңе жоқ. И парольді білмейсіз, не істеу керек ол үшін? Астында shift'ті басамыз, shift'ті басамыз да, shift'ті басып тұрамыз, жібермейміз. Сосын оң жақта мына сөндіретін кнопка бар, питание деп тұр, соны басамыз. Содан кейін перезагрузка дегенді басамыз. Shift'ті жібермейміз. Сосын перезагрузканы басып жібереміз да, shift жіберіп қаламыз. Сол кезде ол қандай страницаға кіреді? Мына жерде жазып қойдым, міне мысалы так, среда восстановления Windows деген страницаға кіреді. Міне осылай кіреді. Там жерде жазып қойдым. Утильман деген зат ол. Қазір оны не істейміз. И мына способ, егер Windows 11 мен BitLocker қосылып тұрса, онда жасамау мүмкін. Жасамайды осы способ. Так, мынадан кейін поиск, осындай страница шыққасын, поиск и устранение неисправность дегенді басамыз. Содан кейін дополнительные параметры дегенді басамыз. Содан кейін командная строка дегенді басамыз. И осындай командная строка шығады. Та, notepad деп жазамыз. Егер мына ағылшыншында тұрса, shift alt'ты басамыз ағылшынға аудару үшін. Бірлет. Не бастым. Сосын қайтадан жазам. Notepad деп өстіп жазам. Enter. Осындай блокнот ашылады. Файл, открыть. Сосын этот компьютер. Сосын C-диск. Содан кейін Windows. System 32 дегенді іздейміз. Міне, System 32. Сосын тип файлов деп тұр, соны все файлы дегенге кірем. Басам. Сосын астында іздеймін жаңа утильман деген. Утильман деген примерно аст жағында. Мына W-ның үстінде. Міне U. Енді утильман дегенді іздеймін. Міне утильман деп тұр. Соны переименовать етем. Переименовать. Қасына просто 2 деген санды салам. Сосын любой бір жерді басам. Или мына жерді басам, міне мына жерді бір басып жүрем. Болды, все, ол өзгерді негізінде. Оны өзгермеген сияқты да, бірақ өзгерді. Так, ол үшін бар ғой. Так, ол үшін так отменаны басып, шығып кетіп тексеру үшін қайтадан notepadқа басам да, қайтадан файл, открыть, сосын этот компьютер, C-диск и Windows, сосын System 32 дегенге кірем. Жаңа қайтадан өзгерді ма екен, сол тексерейін деп жатырмын. Так, утильман дегенді іздеймін. Міне өзгерді, көрдіңіз, өзгерді. 2 деген сан салдым, өзгерді. Ол как будто өзгермеген сияқты болады, но өзгерді ол. Так, енді CMD дегенді іздейміз. CMD деген ол бас жақтарда болады. Міне. CMD. Соны переименовать етем. Утильман деп жазып қоям оның атын, бірақ. Бұл жерде shift пен alt'ты басамыз, чтобы ағылшынға ауыстыру үшін. Утильман. Сосын мына мысалы любой жерді мына жерді басамыз. Бірлет, просто ана өзгеру үшін да. Негізінде өзгерді ол. Өзгермеген сияқты да, бірақ өзгерді ол. Сол үшін тағы да көрсетіп жіберейін. Өзгерген жоқ деген сияқты да. Отменаны басам, окей деп басам, X жауып тастаймын, notepad деп жазам, Enter басам, файл, открыть, этот компьютер, C-диск, Windows, сосын System 32 дегенге кірем. Сосын все файлы дегенді басам, утильман дегенді іздеймін. Утильман и утильман 2 деп тұру керек қасында.
міне утильман ол cmd болды, оның алдында утильман 2 деп өзгертіп тастадық. Болды, өзгерді, все. Ертең қайтадан орнына қою үшін дәл осындай способты қолданасыз, осы видеоны қарап. И мынаны cmd деп жазып жібересіз, мынаны 2-ні алып тастайсыз ең соңында, чтоб не орнына қайтып алып келу үшін бәрін. Так, отмена, окей, x, сосын бұл жерде продолжить дегенді басам. Перезагрузка жасалынады. Сосын жаңа пароль теретінге келеміз. Енді утильман деген ол мен мынандай описаниясы осындай. Специальные возможности деген. Ол без пароля запускать етеді. Windows оған доверять етеді, және ол максимальный правамен ашылады. Сол үшін керек. Так, енді утильманды ашамыз. Утильманның орнында қазір командный строка ашылу керек. Ол үшін адамның суреті тұр ғой, міне. Специальный возможность деп тұр. Соны басамыз, командный строка ашылады уже. Бұл жерге жазамыз, уже правасы үлкен да, мына командный строканың. Так, control user passwords 2 дейміз да, enter басамыз. Осындай окошко шығады. Сосын егер көп пользователь болса, соны басамыз, қайсысын таңдайсыз пользователь. Сосын сменить пароль дейсіз. Уже пароліңізді жаза қоясыз осы жерге. Окей. Сосын x и парольді тереміз жаңағыны өзгерткен. И өстіп кіріп кетеді.